Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін бізде биология пәні. Бүгін өтетін тақырыбымыз фотосинтездің жарық кезеңі, фотофосфорлану. Сіздермен Жансүгіров колледжінің биология пәнінің оқытушысы Жаркенова Арай Жанатқызы. Сабағымыздың бағалау критерийі. Сабақтың мақсаты: фотосинтездің күндізгі кезеңі, фотосинтездің электрондық тасымалдану тізбегімен танысып, осы процестерді түсіндіру. Ең алдымен, жаңа тақырыпты бастамастан алдын суретте берілген затты есімізге түсірсек, және берілген сызбаның анықтамасын есімізге түсіріп, бір қайталап өтсек. Жалпы, фотосинтез биорганикалық көміртекті органикалыққа айналдыру процесі. Бүгінгі тақырыптың аудио нұсқасын тыңдап көрелік. Жақсы. Келесі. Видеода танысып көрген ақпарат бойынша сызбада беріліп тұрған формулаға қатысты өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар. Және видеодан берілген аудиоматериалдан не түсіндіңіздер? Фотосинтез күн жарығы энергиясының әсерінен көмір қышқыл газы мен судың оттегі мен көмір суларға айналу үдерісі. Түзілген көмір сулар қорек ретінде қолданылады, ал оттегі атмосфераға түзіледі.
ашылу тарихына келер болсақ, өсімдіктердің оттегін бөлетінін ең алғаш рет 1770 жылы Джозеф Пристли ашты. Жапырақтан жасыл зат бөліп, оны хлорофилл деп атаған француз химигі Пельтье 1817 жылы. 1845 жылы неміс физигі Майер жасыл өсімдіктер күн энергиясын химиялық энергияға айналдыратынын дәлелдеді. Тимирязев фотосинтез күн спектрінің хлорофилл өте көп сіңірген жерлерінде анағұрлым күштірек жүретінін тапты. Ежелгі фотосинтездеуші бактериялар мен төменгі сатылы балдырларда электронды тасымалдаушы тізбек арқылы тасымалданғанда биорганикалық фосфат пенаденозин дифосфаттан аденозин трифосфат түзіледі. Бұл процесте электрондар хлорофиллге қайтып оралатындықтан фотофосфорлану деп аталады. Бұл жерде АДФ, яғни ол аденозин дифосфат, ал АТФ деп отырғанымыз аденозин трифосфат. АТФ ол әмбебап энергия көзі болып саналады. Жалпы алғанда, фотосинтез үдерісінің жарықта жүретін кезеңі бір-бірін өзара толықтыратын екі судың ыдырауы мен АТФ синтез үдерісінде пайда болады. Су фотолизі суды жарықта ыдырау үдерісі, атмосфераға оттегі бөлініп шығып, ауадағы көмірқышқыл газын қосып алып, глюкозаға молекуласын синтездейді. Және соңғысы хлорофилл молекуласына жарық түскен кездегі энергияны аденозин трифосфатты, яғни АТФ-ті синтездеуге жұмсайды. Онда АДФ, яғни аденозин трифосфат, тағы бір фосфат қосып алып, аденозин трифосфатқа айналады, яғни АТФ-қа. Сонымен, бүгінгі тақырыбымыздан қорыта келе, суретте берілген терминнің анықтамасын жазып, фотосинтез үшін қажетті жағдайларды көрсетіп жазсаңыздар. Сіздерге тапсырма. Бүгінгі сабақта мен не білдім? Бүгінгі сабақта мен не жасай алдым? Алдағы уақытта қандай ақпаратты толықтырғым келеді деген сұрақты жазбаша түрде жазып, маған жіберулеріңіз қажет. Ендігі кезекте үй тапсырмасы. Сызбаны сөйлет әдісі. Суретте берілген екі сызбаға байланысты анықтама дайындайсыздар. Яғни, бірінші сызбада тыныс алу кезеңдері, даярлық кезеңі, оттексіз кезеңі және оттекті кезең. Келесі, екінші сызба, ағзалар тыныс алуына қарай аэробты және анаэробты болып бөлінеді. Соған байланысты тірі ағзалардың тыныс алу айырмашылығын және ұқсастығын сызба түрде жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.